Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қысы-жазы қол-аяғы жылынбайтын жандар бар. Тіпті тоңумен қатар аяқ-қолдары дымқыл болып жүретіндер де жиі кездеседі. Үнемі мұздап жүрудің себебі туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін көріп, лайк баса кетіңіз. Аяқ-қолдың мұздай болуы қан айналымына тікелей байланысты. Қан айналым адам бойындағы температураны қалыпты жағдайда ұстайды. Аяқ-қолы жылынбаса, онда анемия, артерия тамырының бір аймағында тұйықталу немесе басқа мәселелер болуы мүмкін. Мамандардың айтуы бойынша, бұндай жағдай көбіне әйелдерде кездеседі екен. Себебі нәзік жандылар сезімтал келеді. Бауырға зақым келсе де, аяқтың тоңып жүруі ықтимал. Өйткені бауыр адам ағзасындағы энергия алмасуына қатысады. Дегенмен, мұндай кінараты бар адамдарға бұл мәселені жеңудің жолы қиын емес. Ол үшін біріншіден кеңірек киім кию. Мысалы, бір өлшем артық аяқ киім, сәл кеңдеу көйлек кигеніңіз абзал. Яғни, дене мен киім арасында жылы ауа қабаты пайда болғаны дұрыс. Ол денені жылытады. Сала мамандарының айтуынша, аяқ-қолды жылытудың тағы бір шешімі өткір дәмді азық-түліктерді жиі тұтыну. Олар тамырды кеңейтеді, жүректегі қан айналымының белсенділігіне жол ашады, дене қызуын көтереді, ащы бұрышта қан ұюының алдын алады, өйткені оның құрамында А және С дәрумендері бар. Ал аяқ-қолы тоңып жүргендер қандай тағамдардан бас тарту керек? Олар темекі шекпей, ішімдікке жоламай, мүмкіндігінше кофе де тұтынбауы тиіс. Өйткені бұлар тамырды тарылтады. Ал алкогольдік сусындар ағзаның сусыздандырады. Ең бастысы аяқ-қолы қысы-жазы жылымайтын адамдар көбірек қимыл қозғалыста болуы керек. Ал сізде бұндай әсер қай кезде болады?